Үлкендігі кішігірім тайшадай қара төбет Құдайдың құба жонында салдыртып келе жатыр. Қайдан шықты, қайда барады? Оны иттің өзі білмесе, білетін жан жоқ екендігі талассыз. Ара-тұра тоқтай қалып, тұмсығын көкке көтеріп, кең тыныс алады. Сонан соң жолын онан әрі жалғайды. Күн көкжиекке жақындап барады. Асығу керек. Әйтпесе, түнде түртінектеп жүріп, оны қайдан таппақ? Ит санасында найзағайдай жарқ еткен осы оймен қанаттас шеге шырылдап асқазаны сағызи жөнелді. Иесі қайтыс болғаннан кейін мергеннен кетіп қалды. Содан бері оған арнайы сорпа суан әзірлеп қоятын Құдайдың құлы болмағаны иттің есіне түскен. Өзі тентіреп барған ауылдағы үйшікте тұратын иттердің тамағына тартып ішіп, өзі жалғаумен жүреді. Сонысында бұл жұрт көп көргендей ме? Әйелдер жағы қарғап-сілеп итаяққа бас қойған. Мұны қолдарына түскен әлденелерді лақтыратын. Олардың жарасы бұған жеңіл еді. Азу тісін ақситып, ыры еті түскенде үйлеріне жып беретін. Ал еркектер болса айыр ала жүгіретін. Бүйір айыр қадалып, бұл ақымақ па? Тамақтан өліп пе? Табаны жалтыратын. Келесі бір аулада жылы жұмсаққа бас қойған күшікті қағып жіберіп, іске кіріскені сол еді. Әлдекім мылтықпен атып қалғаны. Сол сәт көршілерден аты шыққан адамдар мылтық иесіне дүрсе қоя берісті. Олардың не деп оласып шулашып жатқанын бұл қайдан ұқсын. Мылтық атылған сәтте бұл ауладан атып шығып қара үзді. Сол түні бұл ауылдан аулақ кетіп, биік бір төбенің басына шығып, көз жасы көлдей болып ұлыған. Мұнысы шыбын жанын аман сақтаған жаратушы еге деген алғысы ма, жалбарыну ма, кім білсін. Таң ата жолға шыққан. Содан қос бүйірі қабысып, тілі салақтап, салдыратып келе жатқанына екінші күн. Жолда бірде-бір ауылға соқпады. Біріншіден төрт аяқта бауырларының сорпа суанына ортақтасам деп ырылдасқысы келмесе, екіншіден жыны түссе төрт аяқта бұл түгіл екі аяқты бауырларының жоқтауын асырудан тайынбайтын қатыгез адамдардың қаһарынан қорыққан. Іші шақырап әкетіп барады. Тамақ тауып жемесе болмайтынын ұғынған ол шілікке бұрылды. Онысы қоян кездесер ме екен деген дәмеседі. Кездескен күнде оны оңайлықпен ұстап алуы, кенет оның көзі мұны көріп ініне жып берген үлкен тышқанға түскен. Әп-сәтте ақынды қазып, оның ішіндегі тышқандарды жеп, аз-маз тыныстаған ол қырға көтерілді. Айнадай жарқырап жатқан көлді көргенде, тағы да марқұм есіне еріп, осы ауылға келгендері, өзінің шөлдеп көлден су ішкені есіне түскен. Қара төбет иесі түскен көл маңындағы дәрі сақсаған үйді бірден тапты. Тек содан кейін иесінің ат басын бұрған үйін таба алмай көп сандалды. Енді ол жанындағы үйлердің маңайын тұтқасын ескей бастаған. Шамы сөніп тұрған үйдің ауласынан ақыры іздеген иесін тапқандай еді. Жерді ескеп отырып, сыртқы есігі жоқ бір үйдің дәлізіне келіп кірді. Тұтқаны ескеп еді. Іздеген иесі аңқып тұр. Қуанғанынан ол қатты қыңсылап, есікті сояудай тырнақтарымен тырналай бастады. Есікті ашқан аманды қағамаға ішке еніп келе жатқан итті көргенде Алтыбай кереуеттің астына жып берген. Дірілдеп қалтырап қорыққанынан үні шықпай қалған ол Қондыбайдың аяғына басын қойып, құйрығын бұлаңдатып жатқан қара төбетке қызыға қарап тұрған балаларды көріп, ішін әлдебір беймәлім қызғаныш меңдеді. Оларға жақын келген ол иттің көзіне неденде тырыс-тырыс тамып жатқан жасты көргенде, жаңа ғана таласа тармаса Қондыбайға сауап қойып жатқан балалардың бір сәтте неге үнсіз қалғанын ұғынды. Қондыбайға көзі түскен ол, оның ерекше толқып тұрғанын аңғарды. Әлден соң Қондыбай тамағын кенеп, балалардың назарын өзіне аударды. Сонан соң, менің сендерге айтып жүретін майлы аяғым осы, деген баяу үнмен. Бұл сәтте майлы аяқтың жүрегі ақыр соңында кіші иесін іздеп тапқанына тек итке ғана тән тасқынды қуаныш меңдеген.
Көзінен тамшылай аққан сол қуаныш жас еді. Қоңдыбай болса, мұны мойнынан құшақтап: «Майлы аяғым-ау, осыншама уақыт қайда болдың? Мені ұмытпаған екенсің ғой», деп еркелете бастады. Ал майлы аяқ үлкен иесінің өзін әлдекімге қарғы бауына жетектетіп жібергенін есіне алған. Үнемі қолқана ататын әлдебір ащы иістен арылмайтын ол мұны шарбақтың қадасына байлап қойды. Ара-тұра тамақ беретін. Бұрынғы иесінің сахара төсін сағынған бұл түн баласы шақ жаппай ұлумен шығатын. Мұндайда бірде үй иесі, бірде әйел үйден ата шығып, әлденелерді айғайла айтып, кейде тіптен құрық ала жөнелетін. Сонымен салып-салып жеріп, жат деп үйге енетін. Сол түнеде бұл қатты ұлыды. Қолына құрық түспеді ме, мұны қысқа шыбықпен ұра бергенде бұл оған бүгіле атылған. Әйелі шар етіп шалқасынан түскен. Ерлі-зайыпты екеуі бұдан әрірек тұрып, бірімен-бірі айғайласып қатты ұрысты. Қой өрер сәтте әйел 2-3 кішкентай баласын ертіп үй алдындағы қырға беттеп бара жатты. Үй иесі бұған жақындай беріп шарбақтың ішіне қарғып түскен. Ұратын болар. Аз өтсін ақситып ыр-ыр еткен мұнан үрей ұшты ма, кім білсін. Үй иесі қолындағы қамшысын жерге тастай салып, аяқ-қолы дірілдеп, мұны байлаған жіпті шеше бастады. Кенет мойнын бұрғызбай қимылдаса, қылғындырып тынысын әбден тарылтып тұрған жіптің босай бастағанын сезген. Атлас жұлқынғанды соншалық түбі шірік қазық опырылып кетті. Шарбақтың бір бөлігі жалп етіп құлап, иесі қорқыныштан қалтырап дірілдеп, көңге сұлай кеткен. Ол әлденелерді айтып жер сабап жатқан шақта бұл алды-артына қарамай тайып тұрды. Түс әлпетінде иесінің үйіне келіп жетті. Бұрын қойдың шарбағы құрылатын жері бос жатыр. Үйден әрірек жайылып жүретін ақсақ-тоқсақ қозы қойлар да көрінбейді. Ең бастысы есік алдында екі иіннен дем алып, түтіні будақтап тұратын сары самауында ізім қайым. Жан-жағына жіті көз салып, аз-маз іркілген қара төбеттің құлағы үй ішінен әлдекімнің қыстыға жөтілген дыбысын естіген. Сол сәт әйнектен төсек үстінде сүйегіне ілініп отырған шалға көзі түсті. Бір басып, екі басып әйнекке жақындаған ол, әлден соң жаңағы шалдың өзінің иесі екенін таныған. Сол сәт өз еркінен тыс арс-арс етіп үріп жіберді. Үйден жүгірі шыққан қыз мұны көре сала: «Майлы аяқ келді», деп ауылды басына көтерді. Кемпір шалды сүйемелеп далаға шығарды. Мұны көргенде шал мұңшағып: «Халім осы, майлы аяғым», деген даусы дірілдеп, мұны сипалай тұрып: «Опыр-ай, қалай жүдеп кеткенсің? Ит-ай, қыр соңымнан қалмай қойған соң, сені амалсыз беріп етім». Кемпір шалының сәт санап әлсіреп бара жатқанын сезіп: «Майлы аяғым, сен мені бірде маған атылған арланды алқымымнан алып келіп, екіншіден үт тұмсығы батпайтын ну орманда адасып әлім құрып, енді өлдім-ау дегенде көк шолақ ат екеуің аман-есен алып шығып, 2 рет ажалдан құтқарған едіңдер. Енді міне». Оның не айтып, не қойғанын бұлыққан жоқ. Әрине, әйтсе де шалдың еті қашқан, әлсіз саусақтарының болар-болмас жылуы өн бойына таралып, тек иттерге ғана тән мейірейін асқақтатқан. Күнде таң ата шалдың терезенің алдында көлденең жатып иесінің әр қимылын үнсіз бақылаумен болатын. Бірде әлдекімдер оның бетін жауып жатқанын байқады. Көп ұзамай үй ішінен жылаған адамдардың дауыстары естілді. Ауылдан жырақтау зиратта жерленген иесінің басында бұл табан аудармай бірнеше күн болып, ол үйіне қайтатын шығар деп кеткен. Оның ойын бөлмеге сырттан кірген әлдекімнің ренішті даусы бөлді. «Мен сендерден бұл тағы қандай бейбастық, деп сұрап тұрмын ғой. Қоңдыбайдың жоғалып кеткен иті іздеп келді мұғалім. Шығарыңдар кәне, тез шығарыңдар». Ешкім орындарынан қозғала қоймады. Майлыаяқ есікке беттеп бара жатты. Қоңдыбай соңынан ілескен. «Кәне балалар, демалыңдар» деген. Рахаң өзгелер шешіне бастағанда Рахаңды теңіректеп Алтынбай қала берген. «Сен не қып тұрсың селтиіп?» «Мұғалім», деді анау сізді ана ит құрғыр
қауіп ала ма деп. Жатайын деп жатқан балалары ду күлді. Рахаң біртүрлі қолайсызданып: «Сен өзі неғып жағымпазсың? Жат кәне орныңа!» деп жекіп тастады. Қоңдыбай сол түні көз ілмей шықты. Қайта-қайта далаға шығып, майлы аяқты еркелетіп, құшақтаумен болған. Шіркін-ай, үйге апамдарға алып барсам ғой. Үйдегілер қандай қуанар еді, әсіресе майлы аяқты кішкентай күшік күнінде тауып әкелген Нұрпен қандай қуанар еді. Бұл есейгенге дейін майлы аяққа сол иелі етті ғой. Қазір ол бойжеткен қыз, бұлардың үйі бұрынғы тұрған жерлерінен көшіп кеткен. Содан ғой майлы аяқтың таба алмай жүргені. Қанша ойласа да майлы аяқты ауылына қалай жеткізудің лажын таба алмады. Қалжырап барып көзі ілінген. Таң ата үлкен ауылдың майлы аяққа бейтаныс тірлігі басталып кетті. Абыр-сабыр біреулері малдарын өріске айдап бара жатса, енді біреулері балаларын жетектеп, кеше түнде өзі тұтқасын ескелеп шырайын алған үйге қарай алып бара жатыр. Мұның кіші иесі де мұны мойнынан құшақтап сәл-пәл еркелеткен соң, солардың соңынан ілесті. Жол үстінде состиып тұрып қалған мұны көрген бала, жетектеген бір әйел көшені басына көтере әңгірлеп бұған тас лақтыра бастады. Бұл да қарап қалмай, әлгі әйелге сояудай азу тісін ақсита ыр еткен. Сол-ақ екен. Жұрт бұған назар аударып, әркім әртүрлі сес көрсетті. Көшеде жатқан тастарды алып лақтыра бастады. Бұл олардан қашып құтылып, көл жағасына жақын орналасқан құлаған үйдің ішіне зып берген. Осы арадан кіші иесі кіріп кеткен еңселі үйдің есігін бағумен болған. Ақыры оның қарасы көрінді. «Мені күтіп жүрсің бе? Қазір!» Ішке кірген ол әлден соң ескі тегешікке буы бұрқыраған тамақ құйып әкеліп, мұның алдына қойды. Иісі танау жаратын ыстық сорпаны бұл құныға жалады. Майлы аяқ иесінің өзімен ауылдағыдай дала кезіп, тауға шығып асыр салып ойнау түгілі, аз да болса бірге болуға мұршасы жоқ екенін байқаған. Тіпті әлдеқалай сытылып шыққанының өзінде сол күні иесінің бөлмесінде кездескен үлкен кісі іле артынан іздеп шығып, алдына салып алып кететін. Мұнымен қатар ауыл адамдары мұны әлдеқалай көре қалса жындарын көргендей, әлдене деп, әкіреңдеп кет-кеттің астына алатын. Бұған ауыл иттеріні айтақтайтын. Мұның тісі батқан иттер қыңсылап безе қашқанда, олардың иелері бұған жұдырықтарын түйіп көшеден тас таяқ іздей бастайтын. Тіпті кейбірі мұны трактормен, машинамен тұра қуатын. Мұндайда бұл ашық алаңға шықпай үй-үйдің қора-қораның арасымен зытып құтылатын. Ақыр соңында ол жердің өзіне қоныс болмасын сезген ол қырға беттеген. Ертеңгісінде Қоңдыбай майлы аяқты таба алмай дал болды. Кешке қарай келіп қалар деп үміттенді. Бірақ майлы аяқ бұл күндер үзбей қанша іздесе де, күтсе де, қара көрсетпей кеткен. Бір күні кешке қарай бөлмеге асыға енген интернат тәрбиешісі Рахаң: «Қоңдыбай, сенің итің қара жырада, осылай қарай шығатын жолдың жиегінде өліп қалыпты. Кеше табыннан бөлініп қалған тәушемді іздеп барғанда көрдім. Сенімен қоштасып кетуге келген екен. Кім біліпті?» деді мұңая тіл қатып. Бөлме ішінде көңілсіздік меңдеді. «Атам жақсы ит өлігін көрсетпейді деуші еді. Рас екен-ау», деді балалардың бірі. Қоңдыбайдың көкірегі қарс айырылып бара жатқандай еді.